Құрметті халық депутаттары, егеменді Қазақстанымыздың бір жылдық мерейтойының алдында үлкен іс бастап, тұңғыш халқымыздың Конституциясын қабылдағалы отырмыз. Конституция нужна в настоящее время нам самим для решения своих внутренних вопросов, что на избранном пути нам немало удалось и сделать. Вопреки прогнозам скептиков и недоброжелателей, таких тоже хватает как в республике, так и за пределами. Реформы осуществлялись у нас более целенаправленно, результативно, нежели в целом по рублевой зоне СНГ. Құрметті Сарыағаш ауданының тұрғындары, жалынды жастар, сіздерді Қазақстан халқы үшін маңызды мемлекеттік мерекелердің бірі 30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен құттықтаймыз. Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған, ата заңда бекітілген республикамыздың тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Қазақстан халықаралық қауымдастықта лайықты орнын алып, биік белеске көтерілгені осының айғағы. Қазақстан Республикасының ата заңы 1995 жылы 30 тамыз күні қабылданды. Еліміздің өзгерістерге деген шынайы белсенділігін және қоғамның дамылсыз дамуына деген ұмтылысын растай отырып, 26 жыл бұрын Қазақстан халқы өзінің тарихи таңдауын жасады. Әрбір қазақстандық келешекке кереует тартқан мемлекетіміздің тұрақты дамуының кепілі Конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, өзінің жеке басы мен отбасы үшін де маңыздылығын терең сезінеді. Конституция халықтың бірлігін, қоғамдық және рухани келісімін нығайтып, егемендік пен саяси тұрақтылықтың кепіліне айналды. Ата заң бұл адамның құқықтары мен бостандығының сақталуының сенімді кепілі. Сондай-ақ мемлекетіміздің жарқын болашағы. Осы құжаттың арқасында біз тұрақтылық, келісім мен өркендеу жолымен болашаққа нық қадам басып келеміз. Барлық қазақстандықтарды 30 тамыз Конституция күнімен құттықтай отырып, біз жастар көп ұлтты елімізге тыныштық, тұрақтылық, ашық аспан, қоғамдық тұрақтылық тілейміз. Береке бірлігіміз мәңгі болғай.